кемелдену кедергілері. Өмірімді өзгертсем, жақсы адамға айналсам деп талай рет ниеттенген шығарсыз. Тіпті тағдырымның жаңа парағын ашамын деп сан рет жігерленген боларсыз. Әлбетте, өзімді жан-жақты жетілдіремін деп талай рет ан ішіп сөз бердік. Бойымдағы жаман әдеттерді тастаймын, кер тартпа мінезден арыламын деп тәуекелге бел буып кірісіп те кеттік. Бірақ әркез жанбай жатып өше бердік. Қайта тұтына алмай, тұтансақ лаулап жана алмай, Абай атамыздың не ол емес, бұл емес, менің де күнім күн емес дегеніндей қайран уақытты өткіздік. Әрине, ниет жақсы, талпыныс күшті. Алайда сол ниетке жетудің жолын білмек керек. Дана Абайдың егер ісім өнсін десең, ретін тап дегені бекер емес. Жетістікке жету үшін ең әуелі басты кедергілерді анықтап, содан арылу міндет. Жақсылық жолында бүк түсіп жатқан бөгеттерден құтылу қажет. Олай болмағанда басталмай жатып сөнесіз. Әрдайым сәтсіздікке ұшырайсыз. Сөйтіп, әу бастағы ізге ниет аяқсыз қалады. Баяғы жартас сол жартас өзгеріссіз қала береді. Ендеше, адам баласының жетілу жолындағы басты кедергілерге тоқтайық. Мақсатсыздық. Арман жай ғана қиял, ал мақсат белгілі бір межеге жоспарланған нақты іс. Харви Маккей. Мақсатсыз адам көлігіне отырып алып, қайда баруды нақтылап жатпай, басы ауған жаққа жүре берген жүргізушіге ұқсайды. Үйден шыққанда баратын адресіңді білмей, күні бойы әйтеуір жүре берсең, еш батқанға қай жерде болатыныңды бір Құдайдың өзі біледі. Сол сияқты өмірде алдыңға нақты мақсат қоя алмасаң, ғұмырың соңына дейін ешбір нәтижеге қол жеткізе алмай, айдалада адасып қаласың. Уақытты құр босқа өткізген боласың. Яғни арықтағы суға ағып бара жатқан шөп шалам секілді байламсыз тұрақсыз жөңкіле бересің. Сондықтан адамға ең әуелі шынайы арман мен талап, нақты мақсат, сол мақсатқа жеткізер тыңғылықты жоспар керек. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек адамға деп ақын Мұхтар Шаханов жырлағандай, армандауды білмейтін адамға үлкен мақсат болмайды. Ендеше арманыңыз асқақ болсын. Үлкен мақсатты армандауға қорықпаңыз. Армандау қабілетін берген Алла оны орындауға да мүмкіндік берген. Адам арманына жетпесе де, сол жолда жүрудің өзі ғанибет. Бақытты кісі ойындағы бар арманына жеткен жан емес, сол жолда табанды күресе білген адам. Өйткені кемелдікке ұмтылған жандар нәтижеден бұрын әрекеттің өзінен бақыт тауып ләззат алады. Адам арман жолында кемелденеді. Мақсаты айқындалмаған адам харекетсіз болады, қолы бос, ісі жоқ. Мұндай пенде жетіліп, жігерленуі бұлай тұрсын, кері кететін кембағал тірлікке құмбыл болады. Қожа Ахмет Яссауи кітабына үңілген бала егінін егумен айналысқан егінші. Қолы істегі тігінші, ас үйде тамақ пісірген әйел жамандық жасауға уақыт таппайды десе, Абайдың қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретіндігінің бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, ол саудаға салынса, қолы термей еді. Немесе тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын деуі осыдан. Баянды мақсатсыз бүгін не істесем екен деп құр босқа қиялдап отырған адамға шайтан да үйір келеді. Оның нәпсісіне түрлі ой салып, қалаған жағына оп-оңай бұрылып әкетеді. Сөйтіп өзінің бас бұйдасы мақсаты жоқ адам кім көрінгеннің жетегінде тайлақ сияқты жолай ұшырасқан пенденің шақыруын мақұл көріп, ләббайлап жүгіріліп жөнеледі. Яғни мақсаты бекем емес пендені не болса соны жетектеп босатпайды. Айталық, қазіргі таңда әлеуметтік желіге басымен айналып қалған Facebook, Instagram, YouTube каналдарын көрумен бар уақытын өткізіп, бар ғұмырын арзан қалжың, қысыр әңгіме тамашалауға жұмсаған адамның бас бұйдағы жоқ деген сөз. Мұның мақсаты тұйықталған, яғни нәпсісіне құл болып, түрлі құмарлық сезімдердің тұтқынына айналған. Мұндай адамның тұлға ретінде даму, жан-жақты жетіліп рухани кемелденуі мүмкін емес. Өйткені бұл пендеде асқазан қамып, тәндік рахат пен нәпсілік қалауларын, құмарлық сезімдерін тояттарудан өзге мақсат жоқ. Одан асып басқа нәрсе ойлай алмақ емес. Әсілінде кез келген оқиға қайталанады. Әуелі санаңда, кейін қағаз бетінде көрініс табады. Сосын іс жүзінде орындалады. Мысалы,
Үй тұрғызарда алдымен қажет бөлімдерді анықтап, егжей-тегжейлі жоба жасайсыз. Олай болмаған жағдайда құрылыс біткенше неше рет өзгеріс жасап, тіпті қайта бұзырып, әуре сарсаңға түсесің. Нәтижесінде көңілің толмайтын әттеген-ай бар үй пайда болады. Ендеше өмірде де жоспарлы мақсатың болмаса, ғұмырың өткінішке толы, берекесіз болады. Мақсат бұлыңғыр болғанда, ақыл ой саранға түсіп, қалай бағыт аларын білмей абдырайды. Мұндай күйге түскен адам күш қайраты мен жігерін қажеті жоқ нәрселерге жұмсайды. Ал айқын мақсат қойғанда, ақыл ой радары оған жетуге қажетті мәліметтер іздеп, назарын сол іске шомылдыра бастайды. Мақсаты нақтыланған адам сол бақытқа қарай харекетке көшіп қозғалады да білімін, уақытын, ресурсын, энергиясын сол мақсатқа жұмылдырады. Мақсатты қалай қою керек? Мақсат қысқа, орта және ұзақ мерзімді болады. Қысқа мерзімді мақсатта діттеген кітапты оқу. Орта мерзімді мақсатқа кәсіби біліктілік арттыратын курсты айтуға болады. Ұзақ мерзімді мақсатқа жеке кәсіп ашу секілді күрделі істер жатады. Егер жеке кәсібі бар кісі болса, онда соған сай өзіндік қысқа, орта, ұзақ мерзімді мақсаттар қойылады. Бірде жиһаз жасайтын жас кәсіпкер жігіт менімен танысқысы келгенін айтып, кездесуге ұсыныс жасады. Кездестік. Әңгіме барысында кәсібіне қатысты алдағы жоспарларын сұрағанымда, алдағы уақытта кәсібімді үлкейтіп, үлкен кәсіпкер боламын дегендей жалпылама мақсатын айтты. Мақсатына жетудің, кәсібін дамытудың әр кезеңіне арналған нақты уақыты, тыңғылықты жоспары болмай шықты. Мен мақсатты дұрыс жүйелі қоя бөлу жетістікке жетудің жартысына тең екенін түсіндіруге тырыстым. Смарт жобалау әдісі. Алға қойылған мақсатыңызды смарт әдісі бойынша жобалау өте тиімді тәсіл. Аталған әдіс мақсатыңыздың жүйеленуіне, дұрыс жобалануына көмектеседі. Смарт сөзінің әр әріпі жоспарлауға қажет белгілі бір мағынаны білдіреді. Бірінші, specifics. Нақты. Кез келген мақсат жалпылама емес, айқын әрі нақты, түсінікті болуы керек. Көп ақша табу секілді жалпылама қойылған мақсат ешқашан жүзеге аспайды. Тек арман болып қалуы мүмкін. Мақсат нақты болғаны секілді қарапайым әрі жас бала да түсінетіндей ұғынықты болуы тиіс. Мысалы, Алматы, Шымкент қаласынан балалар аяқ киімін сататын дүкен ашу, тағы сол сияқты. Екінші, measurable, өлшеулі. Мақсаттың өлшемі мен көлемі анық болуы қажет. Мысалы, Алматы қаласында балалар аяқ киімін сататын 3 дүкен ашу. Жылдық сауда айналымның көлемін 1 миллиард теңгеге дейін көтеру. Instagram парақшасының оқырман санын бір жылда 200 мыңға жеткізу, тағы басқа. Қойылған мақсаттың нақты мөлшері алдын ала бекітілуі, межеге жетудің дәл өлшемі болумен қатар, оны жүзеге асыруын қажетті ресурсты түгендеп толыққанды жоспар жасауға адамды жігерлендіреді. Оны мына сұрақ қою арқылы нақтылауға болады. Мақсатқа жетіп, жетпегеннің өлшемі қандай? Үшінші, attainable, қолжетімді. Қойылған мақсатқа жету шамадан тыс болмауы қажет. Ол үшін қажетті ресурс пен уақыт жеткілікті болуы шарт. Бұл жайлы Мәшһүр Жүсіп бабамыз қолынан келмес іске әуре болсаң, еңбегін қанша қылған кетер зая дейді. Мақсаттың орындалуына ең әуелі адамның өзі сенімді болмағы шарт. Мысалы, 2 жылдың ішінде 50 нүктеден аяқ киім дүкенін ашамын деген мақсат қойдыңыз делік. Оған қаржы, уақыт, іскерлік қабілет және білікті команда секілді ресурстар мен өмірлік тәжірибең жеткіліксіз болса, оның орындалу ықтималдығы әрине өте төмен. Өйткені мақсат иесі оның орындалу шарттарын қамтамасыз еткен жоқ. Ал сенім жоқ жерде тау қопарар шынайылық та, жетістік те болмайды. Ол тек қиял мен арман күйінде қалады. Мақсатқа жету мүмкіншіліктерін тексеру үшін өзіңе мына 2 сұрақты қоя білген жөн. Бұрын соңды мұндай мерзімде осындай ресурстармен мақсатқа жеткен адам бар ма? Жеке тәжірибеде осындай істерді орындаған кезің болды ма? Егер бұл сұрақтарға беретін жауап жоқ болса, ондай қойған мақсатыңа түзету енгізіп, қосымша уақыт, ресурс мүмкіндігін қайта қарастырған жөн. Төртінші, relevant, маңызды. Мақсаттың басты бағыты мен түпкі мәнін һәм оның болашақтағы пайдасын анықтап алған тиімді.
әйтеуір жасалуы керек деп пайдасы жоқ қажетсіз істерді мақсат ретінде таңдап алып, уақыт пен күш қуатыңды, қаражатыңды босқа шығындауға жол беруге болмайды. Көп адамның бастаған ісі аяқсыз, жасаған жұмысы нәтижесіз қалатындығының басты себебі мақсат айқындалмауынан. Мысалы, шет тілін үйрену үшін арнайы курсқа жазылғандардың көбі орта жолдан тастап кетіп жатады. Оған себеп тілді не үшін, қандай мақсатта үйрену керектігін білмеу, яғни еліктеушілік. Сондықтан әуел баста өзіңе алға қойған мақсатым орындалған кезде оның қандай пайдасы болады? Бұл мақсатымды қазір орындау маған тиімді ме? Жоқ әлде басқа уақытқа шегерген дұрыс па? Бұл мақсат бойынша жұмыс жасауым өзіме және жақындарыма қандай әсері болуы мүмкін? Тағы сол сияқты сұрақтарды анықтап алған жөн. 5. Time bound, уақытты шектеулі. Мақсатқа жетудің тағы бір шарты, яғни көзделген істің аяқталатын мерзімі нақты жоспарлануы тиіс. Мысалы, 2022 жылдың наурыз айының 20 жұлдызында Шымкент қаласында аяқ киім дүкенінің ашылу рәсімін жасаймын дедіңіз. Мақсат қаншалық маңызды болса, оның орындау мерзімінің нақтылануы да соншалықты өзекті. Уақыт мерзімі нақты болған тұста межең де айқындалып, өзіңді барынша қамшылайсыз, әрі ресурстарың мен бар қабілетіңді толық қолдануға тырысасың. Ал мақсат етілген істің мерзімдері кезең-кезеңімен белгіленбеген жағдайда арқаңды кеңге салып жайбарақат жүріп алуың мүмкін. Сондай-ақ мерзімнің бекітілмеуі келесі кезекті басқа мақсаттарыңды жүзеге асыруға кедергі келтіреді. Мақсатың миыңда қоқыс күйінде мазалап тұра береді. Мақсат қоюға қатысты жоғарыда шарттарын ескере отырып, оны жүзеге асырудың тиянақты жоспарын жасау қажет. Егер мақсат ірі болса, бірнеше кезеңге бөліп қарастырған дұрыс. Сондай-ақ мақсатыңа қажетті ресурстарды түгендеп, қай жерде, қандай жолмен, қай уақытта, кіммен орындайтынды анықтап алуың керек. Осы орайда айнымас мақсат, сапалы жоспар құру үшін ең әуелі білім мен табандылық керек. Таймайтын табандылық болмаса, алдыңнан кездесетін қиыншылық пен бөгеттер шыдас бере алмайсыз. Сөйтіп жарты жолда бастапқы мақсаттан адасып қаласыз. Шығыс халқының даналығындағы мақсатың қаншалықты биік болса, астыңдағы арғымағың соншалықты шабысты болады деген тәсілді үнемі есте сақтаған жөн. Мақсаттарың биік болсын. Алла елшісі бір хадисінде Алладан жұмсақты сұрамаңдар, одан ең жоғарғысы Фирдаус сұраңдар деген екен. Бұл өсиет мұсылман баласының биік мақсат қоюға үндейтін илахи ұғым. Адамның өзіне деген сенімсіздігі. Өз күшіне сенбеген халық та, адам да ешқашан өмір бәйгесін ала алмайды. Әлихан Бөкейхан. Адамның өзіне сенімсіздігі неден туындайды? Айталық, менің қолымнан еш нәрсе келмейді. Бастаған ісім үнемі нәтижесіз аяқталады. Туа біткен жаман мінезім бар, оны өзгерту қиын. Тағы басқа үмітсіздік ойлар сананы торлап алған кезде адам баласы өзіне деген сенімін жоғалтады да айналасындағы жетістікке жеткен адамдарға бөлек қабілет, қайталанбас талант иесі немесе сәттілік әрдайым жанында жүретін бақ қонған ерекше тұлға ретінде қарай бастайды. Мұндай күйдегі адамның аяқ-қолы жіпсіз байланып, ынжық бейшара халге түседі. Адамның өзіне сенімділік ұялату жолдары. Әр адам Алланың әспеттеп жаратқан туындысы һәм ардақты қолтаңбасы. Сөзсіз, біз адам баласын ең керемет бейнеде жараттық деген Құранның осынау аятына назар аударсақ, Алла тағаланың әрбір адамға қабілет қарын бергенін, түрлі қасиет пен мүмкіншіліктер дарытқанын байқаймыз. Сондықтан әр пенде өзінің мына әлемде маңызды жаратылыс екенін терең түсінуге тиіс. Сонда ғана адам өзіне күмәнмен қарауды доғарып, бойындағы қуат пен ішкі ресурстарын сарқып пайдалануға жол ашады. Айналасындағы жетістікке жеткен жандар өзі секілді адам екенін ұғынады. Абай хакім, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз деп, кертартпа кесел ойды тастап, өзіне сенуге, бойдағы Алла берген қабілет қуатты пайдалануға шақырған. Қазақтың адамның жасағанын адам жасай алады дегені текке айтылмаған. Адам баласы дүниеге келгенде бір-біріне ұқсас һәм бірде туылады. Мектеп қабырғасында да солай. Қабілет қарымы бір-бірінен анау айтқандай алшақ кетпейді, бірақ уақыт өте келе аралары алшақтайды.
Бірі оқыған тоқыған ғалым, бірі жетістікке жеткен кәсіпкер болса, енді бірі қарапайым жұмысшы күйінде қала береді. Неліктен? Демек, уақыт желімен пайда болған арадағы арақашықтық аладыратқан ішкі сыртқы ресурстардың даму нәтижесінде пайда болып отыр. Әйтпесе, жетістікке жеткен жандар аспаннан салбырап түскен жоқ. Рас, кейбір адамның қайсы бір қырлары ерекше талант, өзгеше дарынды болуы мүмкін, бірақ сенің де өзің әлі қолдана алмаған ішкі ресурстарың мән бермей жүрген қабілет қарымдарының бар екенін ұмытпа. Соларды тауып жетілдіруге ұмыт, дамытуға әрекеттен. Тіпті өзіңнің кейбір әлсіз қабілеттеріңді үздіксіз еңбек пен арнайы жаттығулар арқасында жетілдіріп алуыңа әбден болады. Сонда сен көштен қалып, ескі жұртта омалып отырмайсың. Ең бастысы Абай атамыз айтқандай, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Димас Фен. Айтар ойын толық жеткізе алмайтын, екі сөйлемнің басын құрай алмайтын адамдар арнайы жаттығып, сөз саптау тілдерін меңгеріп, уақыт өте келе дүлдүл шешен, жарты әлемді аузына қаратқан мықты оратор болғаны тарихтан белгілі. Мысалы, көне грек ділмәрі Димас Фен. Бала кезінде тілі мүкіс, тұтықпа бопты, даусы да бәсең, тынысы әлсіз, өзі ұялшақ, сөйлегенде екі иығын қайта-қайта көтере береді екен. Ол аузын ашса, жұрт жынды адам көргендей күлетін көрінеді. Осындай кемшіліктілеріне қарамастан, ол көпшілік алдына шығып, ойын еркін, шешен жеткізуді іште қатты армандайтын. Ол мақсатына жету үшін әртүрлі жаттығу жасауды қолға алады. Даусын теңіздің жойқын шуылынан да жоғары шығару үшін ол аузына қиыршық тастар салып, шуылмен жарыса айғайлайтын. Итті әдейі ызаландырып, одан рррр әрпін дұрыс айтуды үйренгенміз. Ел көзінен тыс оңаша жаттығу үшін шашының жартысын қырып тастайтын болыпты. Сөйлегенде иығы көтерілмес үшін қылыштың өткір жүзін асып қоятын әріз қолданады. Осындай жаттығулардың арқасында Димас Фен әлемдегі ең үздік шешен, мықты оратор ретінде тарихта қалды. Тіпті ол әлем шешендерінің эквивалентіне айналуы сөз сөйлеу техникасының шегіне жеткізді. Демек, бұл әр адам шын ниеттенсе жетістікке жететініне дәлел. Қазақтың көре-көре көсем, сөйлей-сөйлей шешен боласың деген мақалы бекер айтылмаған. Талаптыға нұр жауар. Әкем марқұм бала кезімде домбыра сатып алып келді. Менің басқа бауырларым бірден үйреніп алды. Менде ықылас жоқ. Оны байқаған әкем, балам домбыра тартуды үйрен, өмірде пайдасы тиеді, достарының ортасында мерейің үстем болады, деп ақыл айтты. Ал менде саз ырғағын ұғатын қабілет болмаған соң, әке сөзіне мән бермедім. Арада жылдар өтті. Жасым 40-қа келгенде әкемнің баяғы сөзі есіме түсіп, арнайы ұстаз жалдап, күй тартып үйренуге тырыстым. Алғашқыда саусақтарым қатып қалғандықтан икемге келмеді. Бірақ үздіксіз жаттығудың арқасында бірнеше күй үйрендім. Тіпті ұлым екеуміз мектеп сахнасына шығып, бірнешеуін орындап бердік. Әрине, кәсіби тұрғыда меңгермедім деп айта аламын. Бірақ жаман да есеп емеспін. Мен туған ауыл таулы аймақ, көл жоқ, сондықтан суда жүзуді білмейтінмін. Соның кесірінен 25 жасымда терең бассейнге батып кете жаздағаным бар. Абырой болғанда байқап қалған бір жігіт құтқарып қалды. Осы оқиғадан кейін судан өлерде қорқатынды шығардым. Кейіннен 35-ке толғанда бойымдағы қорқынышты жинап, арнайы жаттығушы жалдап, кәсіби жүзудің бірнеше түрін меңгеріп алдым. Уақыт өте келе тоқтамастан ұзақ қашықтыққа еркін жүзетін болдым. Бұл оқиғалар өз басынан өткен дүниелер. Яғни, үйренем деген адамға шынайы ықылас болса кедергі деген түк емес. Көп адам өзінің бойында мүлгіп жатқан қабілеттерін ашуға батылы жете бермейді. Хамза балама домбыра үйретіп жүрген Нұрбол Селбек деген жігітке кемелдікке ұмтылған барлық ізгі жандарға арнап кемел адам атты күй шығарып көрсең деп ұсыныс жасадым. Нұрбол күй тартудың шебері болғанымен осы уақытқа дейін бірде-бір күй шығарып көрмегендіктен ұсынысымды зорға қабыл алды. Бірнеше уақыт өткеннен кейін күй шығарғанын қысыла жеткізді. Тыңдап көрдім, өзіне тән бояуы бар, ырғағы да ерекше күй дүниеге келіпті. Көңілімнен шықты, бірақ Нұрбол әлі де өзіне сенімсіз. Содан не керек, кәсіби сазгер Ермұрат Үсенов ағаға бірге барып шығарған күйін тыңдаттық. Ермұрат аға
өзіне тән бояуы бар, ойлы әуен, оркестрмен орындаса тіпті керемет болады, деп оң баға берді. Тіпті неше рет қайталап тыңдады. Кәсіби сазгердің жақсы сөзін естігеннен кейін Нұрболдың ынтасы оянып, өзіне деген сенімі күшейе түсті. Туа бітті мінез өзгере ме? Мен егер закон қуатты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Абай. Адамның табиғатында туа бітті мінезі болады. Ол өзгереді, һәм өзгермейді. Бұл түйінді қалай түсінуге болады? Бір биеден ала да туады, құла да туады. Демекші, бір әке-шешеден дүниеге келген балалардың әрқайсысы бір әлем, өзінше мінезге ие. Біреуі қайсар, екіншісі жұмсақ, үшіншісі жомарт, төртіншісі көшбасшы дегендей. Әрқайсының бедерленіп алдыға шығып тұрған ерекше қасиеті, өзгеше қабілеті бар. Мәселе адамға берілген осынау қабілет қарым дәнектерін дұрыс бағытта жетілдіруге. Өйткені кез келген жақсы жаман мінездің әу баста адам табиғатындағы мәйегі мен өзегі біреу. Мысалы, кішіпейілдік пен ынжықтықтың, үнемшілдік пен сараңдықтың, жомарттық пен ысырапшылдықтың өсіп шығатын тамыры біреу. Дұрыс қолдансаң қасиетің, теріс қолдансаң қасиетің болмақ. Үлкенді сыйлайтын, көркем мінез иесі болсаң кішіпейіл, ал бүгежектеп көрінгенге бас исең ынжық атанасың. Сондай-ақ өр көкіректік пен тәкаппарлықтың да өзегі біреу. Оны жақсылыққа жұмсасаң, Хаттабтың омарындай мінезі өр, әділетті халифа боласың. Ал теріс жаққа қолдансаң, перғауындай жауыз боласың. Хазіреті Омардың исламға дейінгі өмірінде көз жүгірсек, мінез тұрғысынан кейінгі Омар мен көп айырмашылықты байқай алмайсыз. Омар ол кезде де көзбасшы, айбатты, тік мінезді, айтқаннан қайтпайтын қайсар, намысшыл еді. Осы мінезін дұрыс бағытта қолданбағандықтан көбіне қатыгездікке, әлімжеттікке бой алдыратын. Ал жүрегі иман шуағымен нұрланып, ислам қағидаларымен қуаттанғаннан кейін Омар әділетсіздікті көрсе найзағайдай жарқырап, күндей күркірейтін өр мінез, айбынды, қара қылды қар жаратын әділ де мейірбан халифа айналды. Омардың туа бітті табиғи мінезі өзгерген жоқ, тек дұрыстыққа бет алып, кемелденіп жетілді. Парасатты, сабырлы да ұстамды, жомарт Әбу Бәкір де, жүректе жұмсақ, биязды Омардың да мінезі өзгерген жоқ, тек жақсы жаққа кемелдене түсті. Абай Құнанбайұлының «Мен егер закон қуатын қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды» деген кісінің тілін кесер едім, деп кісі бойындағы табиғи мінезін түбегейлі өзгертуді емес, оны жақсы жаққа бұруға, кемелденуге болатындығын айтып отыр. Қазір Галлуп атты адам бойындағы алдыға шығып тұрған негізгі қабілеттерін анықтайтын арнайы тест бар. Осы тесттен өтіп, бойыңыздағы ерекше қабілет мінезіңізді тауып, жетілдіруге тырысыңыз. Асыл тас. Баяғыда бір патшаның өте бағалы асыл тасы болған екен. Бұл бұйым талайдың түсіне кіріп ұйқысын қашырыпты. Күндердің күнінде бір кәсіби ұры асыл тасты қайтсе де қолға түсірудің жоспарын жасап ұрламаққа бел буады. Бәрі жоспарлағандай жүзеге асып, тасты патша сарайынан ұрлап шығады. Алайда есік алдындағы күзетші ұрыны байқап қалып, артынан қуа жөнеледі. Қашып құтылмасын білмеген ұры қолындағы тасты көшеде ұйықтап жатқан қайыршының қалтасына сүңгітіп жібереді де өзі арай-қарай қашады. Қашып бара жатқанда арқасына оқ тиіп мерт болады. Ал қалтасында ең бағалы асыл тас бар екенін хабары жоқ қайыршы таңертең оянады да баяғы тіленшіл өмірін әрі қарай жалғастыра береді. Егер қолын қалтасына салса, асыл бұйымды байқар еді. Оны сатса, байлыққа кенеліп, өмірі күрт өзгерер еді. Бірақ қайыршы бұрынғы әдетіне салып, қолын қалтасына салмастан, тақыр кедей күйінде өмірін жалғастыра береді. Уақыт зулап өтіп жатады. Күндердің күнінде қайыршы да өмірден озады. Асыл тас кір басып, шерген киімнің қалтасында қала береді. Бұл қиссадан не түсіндік? Біздің тұла бойымыздағы асыл тас сияқты қымбат қабілет қарымдар бар. Алла тағала адам баласына небір қасиетті тегін тарту еткен. Алайда қиссадағы қайыршы секілді көп адам өзіндегі балағалы тасын, яғни қабілет қарымын білместен, бағаламастан, пайдаланбастан, бойындағы қазынаның кілтін тауып аша алмастан, мүмкіншіліктерін жетілдіріп дамымастан мына жалғаннан өтіп жатыр. Ендеше өз бойыңыздағы асылыңызды ашуға ұмтыл. Еңбектен, ең бастысы өзіңе сен, қалтаға қолыңды сал.
Абайдың өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап деген өсиетін үнемі есте сақта. Ұлт ретінде қазақтар, Аллаға шүкір, жан жақтымыз, қабілеттіміз де басқадан артық болмаса кем емес. Қазақтың қолынан түк келмейді, қазақ еріншек дегенді доғарып, халықты оятуымыз керек. Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан кім шебер болса, жалықпай, талмай ізденсе, бірігіп тізе қосып әдіс қылса, ғұмыр бәйгесі соныкі. Қазақты тып-тыныш жатып еріншек ешнәрсе қылмайды деп ойламаңдар. Олар қайратты, жұмыстың бәріне жарайды, бірақ оларды қозғау керек дегені аса көреген пайым.